Ал болашақ пен миллионерлерім, баршаңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Алматы қаласының тұрғындарына өте керемет жағымды жаңалығым бар. Бізде 26 күні мастер-класс өтеді. Сондықтан да тіркелем деушілерге, пожалуйста, мархабат, Алматы қаласына келіңіздер, тіркеліңіздер, мастер-класста кездесерміз. Ол қандай форматта өтетін әлі белгісіз. Осы биылға офлайн оқу аяқталды. Қаңтар айында мүмкін офлайн оқу болмайтын шығар. Сондықтан үлгерген адамдарға өте повезло деп айтсам да болады. Жүректеріңізге көп рахмет. Так, сәлеметсіз бе, Латипа? Сәлеметсіз бе? Кеш Жарық Мұратова, қалайсыздар? Так. Неменейді? Қай порталдан өтесіздер дейді. Қай порталдан өтесіздер? Біздер алғашқы қадам, егерде сіз тендерді енді бастап жатсаңыз, онда алғашқы қадам әрине бұл Госзакуп. Gozzakup.gov.kz сайты. Бұл бір ең алғашқы қадам тендерлерге. Қандай кімде сұрақ бар? Мархабат, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Қаншама адамдар қосылып жатыр. Қайырлы кеш. Мен тікелей эфирге соңғы кездері анонс жасамай шығатын болып, настроением күшті болып тұр. Қазір ғана Қызылорда қаласындағы шәкіртіммен кездестім. Банкта жұмыс жасайды екен. Өте қарапайым қыз екен. Онлайн оқитын адамдардың мен барлығын жүздерін біле бермеймін. Алғашқы кездесу болды. Зумда, себебі ол тендер ұтты. Еркек Кеш Жарық тендер ұтыпты. Представляете? Біз ешқандай парасыз, ешқандай танысыз, тек қана заң аясында тендерге 1-2 сағат уақытын бөледі екен. Сонда тендердегі таза пайдасы 420 мыңға тендер ұтыпты. Оның 178 мыңы, 173 мың, по-моему, 178 мың ба таза пайда. Бұл былай қарасам 1 айлық. Сонда 2 сағат плюс ары кетсе 1 күн 24 сағаттың ішінде осындай табысқа ие болып тұр. Себебі товарды ертең апарат, алып барат, өткізет, все ақшасын алады деген сияқты, я? Соған қатты қуанып отырмын, шынымды айтайын. Сондықтан да тікелей эфирге шықтым. Неке осындай күшті жаңалығым бар. Онтик сабақ басталып кетті, жазылам десеңіз, ой, бұл мынаны мен қадап қоймаппын ғой комментарийға. Мінеке, мынаны қазір қадап қойыншы, прикрепить. Осы номерге WhatsApp-қа жазыңыз. 28 ағын басталып кетті, я. Басталып кетті. Сабақ басталып кетті. Кеш Жарық. Сәлеметсіз бе? Кеш Жарық. Осы сабағыңыз басталып кетті. Келесі жылға жазылып қоямыз ба дейді. Офлайнға, я келесі жылға. А онлайнға 29-шы соңғы ағын болады. Соған тіркелсеңіздер, қазір уже бізде тіркелу жүріп жатыр. 29-шы ағынға егерде соған тіркелем десеңіздер, мархабат, келіңіздер. Себебі бұл ағынға бізде розыгрыш жариялаймыз, Түркияға алып барам. 21 адамға сыйлық сыйлаймын. 3 потокты 27-ші, 28-ші, 29-ші ағындардың шәкірттерін қосамын. Сөйтіп арасында мен ойын ойнатамын. Тікелей эфирге инстаграмға шығатын шығармыз. Бұйырса қазір ойланып отырмыз, қалай өткізетінімізді. Сондықтан да 21 адамға сыйлық болады. Бірінші орынға бұл наставничество. Мен тікелей жұмыс, 1 ай жұмыс істейміз. Железо бетонны нәтижеге жетеміз. Түркияға бірге барамыз. Түркиядан бұйырса тендерге заявка лақтырамыз. Вот. Екінші орынға 2 адамға самұрық қазына курсын тегін беремін. Үшінші орынға 3 адамға 100 миллионға дейін инвестиция берем. 4-ші орынға 4 ноутбук ойнатам. 5-ші орынға 5 beauty box ойнатам. 6-ші орынға тәттіге толы корзиналарды жіберетін болам. Сондықтан да 29-ші ағын бұл соңғы мүмкіндік. Басқа мүмкіндік точно болмайды. Себебі жыл аяқталады. Ойын ойналып кетеді. Гоззаковты білсек, басқа қандай порталды үйретесіз дейді. Самұрық қазына, Митворк, мен барлық порталдарды білем. Сізге қайсы қызықты, соны үйретеміз. Студио Амина, сәлеметсіз бе? Так, Кеш Жарық Фатима Абзаловна.
Сабақ бағасы қанша? Фатима Абзалының сабақ бағасы 160 мың теңгеден басталады. Онлайн, офлайн енді жоқ. Тек қана қаңтар айында. Мүмкін қаңтар айында емес, даже февраль айында болатын шығар. Қаңтар айында мен мүмкін Қазақстанда болмаймын. Әлі белгісіз бірақ. Онлайн курстар 160 мың, 200 мың, 300 мың болып бөлінеді. 160 мыңға тек қана онлайн сабақты аласыздар. 35 сабаққа доступ, все, басқа түк жоқ. Өз бетіңізбен оқисыздар, консультация болмайды. 200 мыңға консультация бар, 2 айлық консультация бар, кураторлардан және менен. И 300 мыңдық пакетке ол жерде инвестиция бар. 100 миллионға дейін инвестиция. Кеше вот қыздар келді, офлайн біз оқыдық. Нұрсұлтан қаласында да офлайн оқыдық. Тендерлер қазір өте көп. 22 жылдың тендерлері шығып жатыр. Барлығы ірі 46 миллион, 59 миллион деген сияқты ірі сомалар. Сондықтан да инвестициямен алсаңыздар, егер де өзіңіздің қаражатыңыз жетпесе, ол да болады. Өте қымбат дейді Шахрух. Өте қымбат болса да, сіз үшін біріншіден, өте қымбат деген сұрақ қалай түсінуге болады? Қараңыздар. Біздің, кстати, вот соңғы кездері, егер де мені қазір сол адамдар көріп жатса, сол кісілерге сәлем жолдайын деп едім. Соңғы кездері мен подписчиктеріме бір предложениялар келіп жүр екен. Әрине, курстар арзан, бірақ олардың тәжірибесі бар ма жоқ па мен білмеймін. Біздің атымыздан да кейде хабарласады екен. Егер де көріп отырсаңыздар, осы тікелей эфирде сіздерге үлкен сәлем. Карма деген нәрсені ұмытпаңыздар. Менің подписчигімді ұрлай алатын шығарсыздар, бірақ менің тәжірибемді сіздер ұрлай алмайсыздар. Біріншіден айтарым сізге, менің өмірімді сұра алмайсыздар, және де менің беріп жатқан білімді сіздер бере алмайсыздар. Сіздерге соны айтқым келіп тұр. Өте қымбат, Шахрух. Хорошо, 200 мың теңгелік курсты біз қазір санайық. Менің конкуренттерім, мен жақында бір программаны көріп қалдым конкуренттерім. Честно, таң қалдым. Офлайн оқытады екен, 5 апта оқытады екен. 5-ші аптада олар нені талқылайды? Олар, оказывается, қателікті талқылайды екен, да? Егер де тендерді іздегенде, найти батырмасын баспаған деген қателік. Бұл енді мен үшін, мен шок болдым, честно говоря. 5 апта уақытты адам бөліп сондай нәрсені 5-ші аптада қарастыра мекен деген сияқты, да? Оның қандай компания екен айтпай қойайын. Бірақ менің конкуренттерім 75 мың теңгеге оқытады, где-то сондай. 75 мың. 75 мың, да. По-моему, 75 мың. Хорошо. 75 мың. Енді қараңыздар. Олар тек қана запрос ценовых предложений үйретеді, да? Бұл сатып алдың тек қана бір методы. Ал мен болсам, конкурстың барлық түрлерін үйретем. Конкурстың бюджеттері, олар не ограничено. Конкурста 6 вид бар, да? И плюс еще аукцион. 6, 7, 8. 75-ті көбейтеміз 8-ге. Бұл 600 мың теңге тұру керек, менің курсым 50% жеңілдікпен. Мен бұл курсты сіздерге қол жетімді болсын деп 200 мыңға сатам. И мен сабақтарымда практикалық жұмыс өте көп. Біз ондай найти батырмасын баспау деген қателікті мен мүлде қарастырмаймын, себебі біз бірден дұрыс үйретеміз. 5 апта уақытыңызды алмаймыз сіздің бекерден бекер. Түсінікті ма? Бұл енді өзіңіздің, қалай десе болады, өзіңіз шешім қабылдайсыз, әрине. Бірақ әлі күнге шейін менің курсымнан артық бір дүниені көрмедім. Менің курсымнан көп нәрсе үйрететін әлі курсты көрген жоқпын. Себебі біз барлық курстарды бақылап көріп отырамыз. Сондықтан солай. Например, это все равно, что сіз магазинге барасыз, например, да? Например, мен айтамын сіздерге, менімен бірге магазинге жүріңіздер, аш қалмайсыздар. Магазинге кіреміз и тек қана нан аламыз. Вроде как мен сіздерге обещание бердім, да? Что сіздер аш қалмайсыздар. Но бірақ тамақтың түр-түрін алмайсыз, тек қана қара нан мен қара су аласыздар. Вот сол сияқты. Тендерден пайда табуды үйретем деген адамдар қазір көбейіп кетті. И олар даже, кстати, сіздерге жазады. Кейбіреусі ұялмай менің атынан жазады екен, директке шығып. Өзінің курстарын предлагать етіп. Бірақ ол кісілерге айтарым, қайтадан қайталаймын. Айналайындар, сіздерге үлкен жалынды сәлем. Біріншіден, менің тәжірибемді, сіздер мен подписчиктерімді ұрлай алатын шығарсыздар.
подписчиктермен мүмкін арзан бағамен өзіңіздің қалай дейсің ол сапасы жоқ курсты сата алатын шығарсыздар. Бірақ менің білімімді, менің тәжірибемді сіздер ала алмайсыздар. Сондықтан солай. Шақыру қымбат болса арзан нәрсеге барыңыз. Аш қалмайсыз. Нан мен су сізге обеспечені. Қызық нәрсе айтсаңыз дейді. Алмат, сұрақ қойыңыз, жауап берем. Медина, сәлеметсіз бе? Сабақ бағасы қанша? Дәке, жаңа ғана жауап бердім. Қанша апта или ай оқимыз дейді. Дәке, онлайн курста сіздерге доступ беріледі, куратор беріледі. Менде, кстати, еще. Вот жаңа мен сөйлестім, Қызылордадан өте риза болды ол қызды. Бізде консультация сағат таңғы 10-нан түнгі 10-ға дейін ғана болады екен. Болады екен деп болады негізі. Бірақ мен кураторларым соншалықты группаларын жақсы көреді, түннің бір уақытында болса да өздері бос уақыттарын қиып, сол шәкірттеріне жауап береді екен. Жаңа қыз айтып отыр, скоро лентаға салам, бұйыртса ертең салатын шығармын. Менің сұрақтарыма өте тез жауап береді дейді. Онлайн курсты бізде план бойынша бір айда қарап шығуыңыз керек сіздер. План бойынша. Екінші айда уже тек қана консультация. Бірақ 2 ай аясында сізге консультация беріледі. Сол уақытты пайдаланып, тендерді ұтып, практика жүзінде оны орындап, барлық консультацияны албаған дұрыс. Негізі қатты курсқа прям беріліп кетсеңіз, бір аптаның ішінде толық курсты қарап шығып, үй тапсырмасын орындауға болады. Сабақтың бағасын айттым, Жанат ханым, кешеге тіркеліп сабақты оқып тапсырманы орындап жатырмын дейді. Молодец, Лязат. Бағасы қанша, Медина? Оны мына номерді қадап қойдым, соған хабарласыңыз WhatsApp-қа. Бұл барлық класс қатысалама дейді. Не дейді? Бұл барлық класс қатысалама дейді. Түсінбедім. Түркияға барсам ғой дейді. Енді Лязат, мен, кстати, жаңа шәкіртімен кездестім. Онлайн оқитын шәкірттердің түрлерін білмеймін де. Сондықтан да осындай тендерді отқан кезде зумға шақырам, сол кезде көрем деген сияқты. Егер де бап шабама, бақ шабама дейді ғой. Егер де отсаңыз, пожалуйста, мен де ондай шықайсын курста оқып жүрген адамдарды мен танымаймын. Алла қаласа енді кімге бұйырады сол ұлтады. Алла қаласа дейді, айтқаныңыз келсін, миллионер болам, өте жақсы. Аукцион үйретсе қанша теңге болады дейді. Латипа, аукционды тек қана аукцион үйренем десеңіз 100 000 теңге. Тек қана аукцион қажет болса. Ол модуль деп аталады бізде. Так, Екалиевна былай жіберіп отыр. Ойлыкс Нұрсұлтан бомба жіберіп отыр. Өте керемет дейді. Мен сіздерден неме? Мен сендер... Так, Латипа, бізге хабарласқанда дейді, сосын қымбаттап үйренбедім дейді. Бірақ басқа кісіден үйрендім. Үлкен жетістікке жеттім. Енді үлкен жетістікке жетсеңіз, сіз аукцион до сих пор білмейсіз, например, да? Айтып отырмын ғой, мен сияқты ешкім барлық сатып ол методын үйретпейді. Ойлыкс Нұрсұлтан бомба. О маркетті үйретеміз, әрине, бұл бөлек оқытылады бізде. Біз оны ешқандай платформаны бір-біріне араластырмаймыз, солянка жасамаймыз. Тендер осы ай өте аз, иә дейді Ақсұңқар Дархан. Жоқ, тендерлер өте көп. Өте көп. Қазір өте ірі тендерлер шығып жатыр. Иә, қаптап кетті қазір тендер үйреткіштер дейді беріп. Міне, қаптап кетті олар, иә. Ұялмай қызармай еще менің оқырмандарыма жазады екен. Сәлеметсіз бе? VIP пакет алып едім 27-ші лек. 2 айда үлгермей жатырмын. 2 айдан кейін жабылып қалады ма? Жұмыстан үлгермей дейді. Ахмедиева, сіз менеджерге хабарласыңыз, заморозка жасап бере алады сізге. Егер де үлгере алмаймын десеңіз, біз енді барлығын түсіністікпен қараймыз ғой. Алдын ала айтып қойсаңыз, проблема жоқ. Ал, қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ қойыңыз, ал қазір мен сіздерге хейтерлерді қатты жақсы көрем, өзім тікелей эфирге кіретін. Сендер болмасаңдар айналайындар ау. Онда вообще не знаю. Я не знаю. Қазір мен сіздерге көрсетейінші, қазір қаншама тендер болып жатыр, да? Қазір статустарын таңдап алайын мына жақта. Қаншама тендер опубликован екен.
Қаншама тендер қазір ойнатылып жатыр. Тендерлер өте көп. Тендерлер ешқашан тоқтамайды. Постоянно жүре береді. 24-7. Так, все. Вот, қараңыздар. Камераны ауыстырайыншы. Оба, камераны қалай ауыстыршы? Вот. Так, міне. Что-то көрінбей қалды ғой. Сұртсай камераны. Ал. Міне, енді көрінді, да, по-моему. Қазір найти батырмасын. Вот, осыны найти баспайды дейді. 5-ші аптада ужас, мен шоке болдым. Қазір 27.561 тендер бар екен. Бағаларын қарасаңыз, 4 миллион, 19 миллион, 7 мың. Ұсақ түйектерді алып тастасақ 9 миллион дейді. Например, от миллиона деп қарайық, например, да, дәл қазір. Так, 5726 тендер. Ну, бағасын қараңыз. 4 миллион, 19 миллион, 11 миллион дейді. 2 миллион, 15 миллион, 16 миллион. Міне, открытый конкурс. Барлығы ірі тендерлер осы открытый конкурс аукционмен болады. Запрос ценовых предложений байқасаңыз көрдіңіз бе, бұл жақта практически жоқ. Ірі тендерлердің барлығы открытый конкурспен шығады. Міне, бәленбай тендер бар. Бәленбай. 3 нәрсе сатып алынады. Товар, қызмет, жұмыс. Ал енді мынау қазір до миллионын алып сенші, в основном ұсақ түйек тендерлер сол ценовкадан басталады. Қаранын мен қарашай демекші. Қазір. Вот, қараңыздар. Вот. Вот смотрите разницаны қараңыздар. Открытый конкурс 4 миллион, аукцион 19 миллион, а запрос ценовых предложений 7 мың теңге. Вот поэтому солай. Көрдіңіз ба? Запрос ценовых предложений бюджеттері көп болмайды. Ну, 11 миллион 668 мың мен, по-моему, тоқталады олар. Кішігірім тендерлер солар ценовкамен үйретіледі. Екі мыңдықтан оқып тендерге қатысып отырсам, нәтижеге жетсем, инвестицияны ала алам ба? Ләззат, біздер инвестициялық пакетте тендерге қатыспас бұрын қосымша келісім шарт болады. Именно сол лотқа арналған. Көрдіңіз ба? Сондықтан да инвестицияны бірден алу керек. Так, ну вот, думаю, что так шумно, блин. Так, рахмет дейді Ахмедиева, я дейді Алмат, не я. Қысқадан нұсқа жазады мен. Шәкірттерім, подписчиктерім. Ал, қандай сұрақтарыңыз бар, пожалуйста, сұрақты қойыңыздар. Ұялмаңыздар. Сұрақ қойдан адам ұялмау керек. Так. Қандай сұрақтарыңыз бар, жазыңыздар. Кеше айтқандай бала шағамен келді маған. Офлайнға. Вот, мен еще, кстати, жалғыз жұмыс жасамай, менде команда бар, көрдіңіз ба? Мен командамды көрсетем, бұл кісілердің еңбектерін қатты құрметтеймін. Түсінікті ма? Гарантия бар ма, Талғат? Конечно, гарантия бар. Келісім шарт болады ғой. Самұрық деген, доктор Батирбаева, Самұрық деген басқа платформа. Алмагүлбай, қайғала дейді. Қайғала деген нес? Мен Алматы қаласындамын. 2023-тен бастан салықты қайттан қосама дейді. Қосатын шығар 5 лимон тендер алса пайдасы қандай дейді. Санау керек. Саламатсыз ба, қалыңыз тендерге қатысу үшін хотя ИП болу керек пе дейді. Ибрашева Айнұр, сіздер компания ашуға асықпаңыздар, себебі оның өте маңызды айырмашылығы бар ИП мен ТОның. Оны біз сабақта талдаймыз. Сабақта қалай ИП ашу керек, қалай ТО ашу керек. Барлық инструкция бар. Негізі сабақта тек қана тендер емес, даже ЭЦП-ні қалай алу керек, компанияны қалай ашу керек. И бухгалтерлік кейбір басқа платформалар, оларда жаңағыдай біз үйретеміз. Онлайн курс неше уақыт оқытады? 2 ай оқытады. Қызықтырсаңызшы бізді тендерге дейді Алмат. Басқа қалай қызықтырам, көрсеттім ғой, тендерлер деген жетіп жатыр. Вот мен сізге жаңа ғана көрсеттім. Қараңыздар.
Вот, открытый конкурс, аукцион и запрос ценовых предложений. Бағасын салыстырыңыз. Қандай, да? Вот мен осының барлығын үйретемін. А біреулер 75 мың теңге төлейсіз, осындай кішігірім тендерлерге қатысасыз. Запрос ценовых предложений. Басқасын білмей қайтасыз. Басқа қалай мен сізді қызықтырамын? Билейін ба мына жаққа, или секірейін ба, или ән айтайын ба? Фактпен сөйлейтін адам онлайн курс бола ма? Конечно, болады, Бибигүл. Мына WhatsApp-қа жазыңыз. Қызықтыра алмай жатқан сияқтысыз, ренжімеңіз дейді. Ойпай. Ну, жарайды онда. Бастысы онда емес қой, Алмат. Қызықтырғанда емес, бастысы нәтижеде. Сәлем, Сабина ханым. Тендер лайктан Шыңғысхан тура сіздей сөйлейді екен дейді. Мен тікелей эфирімді қарайды ғой, үйреніп алады ғой. Тендер сабағына қатысу үшін дейді Бекимбаев. Қатысыңыз. Сәлеметсіз бе, енді ашылған ИП-мен ұталамыз ба? Конечно. Рахмет сізге, Алла разы болсын, онда сабаққа қатыса берсем болады. Я, конечно, болады. Қандай сайттан қарап отырсыз дейді Талғат. Госзакуп.gov.kz. Онлайн арқылы нөлден бастап үйренуге ыңғайлы бола ма? Конечно, болады. Мен сізге қатысам, Сабина ханым, Ибрашева. Хорошо, қатысыңыз. Қатысыңыздар. Ол, знаете, мен Алматқа не айта кетейін. Алмат, ең бастысы қызықтыру емес, қазір неше түрлі онлайн оқыту курстар бар. Қызықтырып, бірақ нәтиже болмаса мен үшін ол курстар емес. Түсінікті ма? Сондықтан да мен сіздерді бұл тікелей эфирде сіздерді қызықтыру үшін отырған жоқпын. Сізбен әңгіме айту үшін отырмын. Офлайн болады ма Алматы қаласында? Дәке, белгісіз әлі. Желтоқсан айының офлайнын кеше өткізіп жадық. Стористан көрсеңіздер болады. Ол кеше өтті. Енді қаңтар айында болмайтын сияқты. Білмеймін, әлі белгісіз. Қазірше тек қана онлайн бар, 29 ағынға тіркеле аласыздар. Так, басқа қандай сұрақтарыңыз бар, жазыңыздар. Присоединилась дейді. Онлайн 2 ай оқиын, оқу ақысы қанша тұрады? Ибрашева Айнұр, он пакет таңдайсыз, қазір WhatsApp-қа жасаңыз болады. 8777-288-66-99. Тендерлер жыл соңына көп болады дедіңіз, жаңа жылда қай айдан бастап отырады дейді. Жанет, ол қазірде тендерлер өте көп. Қазір годовой тендерлер шығып жатыр 22 жылға. Например, кеше біз қарадық, туалетная бумага 46 миллионға. Тек қана туалетная бумага, представляете? Бірақ қана закупка. Сондай ірі тендерлер қазір шығып жатыр. Тендерде негізі андай сезон жоқ та, просто желтоқсан айында тез қабылдайды. Тендерлер көп ойнатылады. Ойнатылмаған тендерлердің барлығы ойнатылады. Осы аптада заявка тастасақ ұта аламыз ба тендерді? Конечно. Соңғы бітірген шәкіртіңізбен эфирге шыға аласыз ба тендер ұтқан дейді Онтик. Вот жаңа ғана мен шықтым. Мен тікелей эфирге шыққан жоқпын. Мен неге шықтым? Зумға шықтым. 29 тіркелсек сабақ 29-на бастала ма дейді. Иә, солай болатын шығар. Мен қатты сам деген ниетпен отырмын дейді. Дәке, пожалуйста, қатысыңыз. Әрекет жасаңыздар. Әрекет жасаңыздар, нәтижеге жетесіздер. Егер тікелей эфирде мен шәкірттерім бар болса, онда, пожалуйста, запрос жіберіңіз, шығайық. Мен просто шәкірттермен зумға шығам да, кейін оны YouTube каналға салам и Instagramға салам. Конкурс үйретесіз ба? Конечно, бауыр. Қали Ахмет, конечно, үйретеміз. Сол ғой менің ерекшелігім. Менің ерекшелігім методологияда. Менде сатып алудың барлық методтарын үйретем. Үйтіп сіздерге тендерден пайда табуды үйретем деп тек қана ценовкамен ғана шектелмеймін. Егер де бір платформаны алсақ, оны толық біз оқып, нәтиже шығарамыз. Барлық сатып алу методтан. Енді қандай сұрақтарыңыз бар? Жазыңыздар. Так, семейные ценности сейчас. Адина. Да. Где у нас семейные ценности? Последний вариант. Мына жақтан тендер жасап жүрміз. Семейный.
Блин, как это сделать? Позвони сейчас Сергею, пожалуйста. Пусть он отдельную ссылку на семейные ценности. Они же тут 10 роликов вместе были. Так, пока сұрақты жаза беріңіз, мен қазір нақты тендермен. Алло, Сергей, привет. Можешь скинуть, пожалуйста, семейные ценности отдельно ссылку? Последний. Да. Да, потому что они же у нас висят в 10 роликах. Нам нужна отдельная ссылка. Окей, давай. Сколько, говорит, по времени? Сейчас посмотрите. Так. Присоединился. Айына 4 миллион табу үшін қанша салу керек дейді Данияр. Айына 4 миллион табу үшін ол тендерлерді санау керек, өзінің санайтындай несі бар, қалай десе болады, формуласы бар. Ойымда қазір тендер болып тұр. YouTube каналыңыз қандай? Дәл осылай аталады тендермен. Төлем жасап қойдым, иншалла бастаймын дейді Камшат. Все, рахмет. YouTube канал қандай? Тендер екі сызықша вин. Біздер ол жақта YouTubeға, жаңа Инстаграмға қысқаша вариантын салаймыз. Это исправленное, да? Исправленное? 16-12. Живот убрали, да? Да. Сейчас открою. Проверь там самое главное, я уже отправляю. О, вот қараңыздар, вот сіздерге. Сейчас мен бір тендер чатты ашып отырмын да. Міне 27-ші ағын нәтижеге жетіп жатыр. Мен тендер ұттым дейді, көрдіңіз ба? Көрініп тұрмас сізге, мен жаңағыны көрдім. Вот, жаңағына салып жатыр. Мен тендер ұттым дейді. 27-ші ағын. Буквально недавно олар қатысқан. И вот YouTube каналға біз толық интервьюді саламыз, поэтому мен зумға шығам. Тендер астыңғы екі сызықша вин. Қалай Сабина инвестиция қанша процентпен дейді. 70-ке 30. Премиум класста қандай платформалар бар айта кетесіз ба? Тек қана госзакуп. Сабақтан бөлек. Түсінбедім. Сізді тендерден табысыңыз қанша? Біздікі нормально. Біздікі жақсы шығып жатыр. Мынау молодец. Жұғысты болсын. Мен қуанышымда шек жоқ дейді, мөлдір. Ал, қазір звондайықшы сіздерге. Ну-ка. Қазір звондайын. Жаңағына жазып жатыр да чатта, орысша сөйлеп. Мөлдір? Мөлдір? Алло? Мөлдір? Саламатсыз ба, Сабина ханым? Қайырлы кеш. Алло? Саламатсыз. Сіздің, жақсы шүкір, сіздің сообщениеңізді чатта оқып қалдық қой. Ұттым ғой тендерді. Көрдім да? Жана? Жерді ұттым, әрге жібергем ғой. Ұттың? Мен ұттым деп келді маған аға. О, молодец. Мен қуан жазып атқам ғой сіздерге. Чатқа қасу. Соны документтерді жасай берейін деген ғой. Ал, айтыңызшы ал маған. Может быть, сіз пара беріп ұтқан шығарсыз, или танысыңыз бар шығар? Жоқ, құдай сақтасын. Онда ештеңе болған жоқ, бәрі жақсы болды. Өзіңіз жайлы айт кетсеңіз, мен танымаймын просто. Мөлдір? Қай қаладансыз? Жасыңыз нешеде? Едемін ғой, Тараз қаласынамын. Жасым 18-де, да? 35-те. 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 Ал? Мұғафат ханыма, екісінен бастап қой сол, екісінен бастап мен
тендер сабағына қатыстым. Енді 2,5 аптада уже оттым ғой тендерді. Көбісіне жіберіп атқанмын, атпай атқан едімін. Бүгін жаңа келіп яқсам, аштым. Победитель іздеп тұр да, мені қуанып кеттім сразу. Жаздым, чатқа жаздым. Қайыргеші, мен отырдым деп. Мен тікелей эфирде отырып сіздің сообщениеңізді ашып қалдым да, мынақта тікелей эфирде подписчиктерім айтады да, сіз неге шәкірттерімізбен тікелей эфирге шықпайсыз, өзі ұтқан адам бар ма деп. И как раз сіздің сообщениеңізді ашып қалдым да, звондап тұрған тұрмын ғой. Көрдіңдер ма? 2,5 аптада. 2,5 аптада. Өзіңде таңдап қалдың ғой, өзіңде. Қалай депші? Кеттім тұремші, мамама да айтпатым ғой, бәрімді қуаныватырмыз. Ясно. Керемет. Ал енді тендерді парасыз, танысыз ұтқан қалай екен? Тендерді таныссыз, парасыз қалай екен? Оп-оңай екен. Оп-оңай екен ба? Иә. Оқу керек. Оқу керек екен. Даму керек екен. Тендерді қандай сомаға ұттыңыз? 1,880,000. О, 1,880,000. Қазақ еліне плюс 1 миллионер. Сөз жоқ. Таза пайда қанша шығады? Таза пайда бір есептемедім. Где-то бір 500,000, 600,000 теңге болу керек. Базар жоқ екенсіз. Так, сізбен қазір мен көмекшім қазір хабарласады, мен қазір тікелей эфирден шығам. Сізбен бір зумға шығайықшы. Молодец, молодец, достар. Қазақ еліне, міне, мөлдір. Қазақ еліне. Плюс 1 миллионер. Молодец, красавчик. Молодец. Молодец. Қандай товар ма, қызмет па, жұмыс па, неден? Қандай ғой, неге жіберген ғой, дәрі дәрмекке жібергенмін, дәрі дәрмекке ше. Молодец. Содан келді сразу. Молодец, қазір сізге көмекшім хабарласады, зумға шығың, дайындалып отырыңыз қазір боянып. Қазір мен тікелей эфирді бітірем, қазір сізге қосылам. Все, молодец, умничка, красавчик. Молодец. Не деген керемет күн болатыр. Давайте. Не ғой? Қалай басатынан? Вот. Әне, көрдіңіз ба? Қазақ еліне плюс 1 миллионер. Ләззат дейді. Орысша сөйлей алмаймыз, жұмыс жасағанда қиындық болатын шығар дейді. Жоқ, Ләззат. Тендерлер 2 тілде өткізіледі. Заң аясында қазақша және орысша. Менде оралмандар оқиды. Көп біздің қандастарымыз Қазақстанға келген. Ол кісілер вообще мүлдем орысша түсінбейді. Үйреніп жүр ғой бұлар. Так. Мархабат, сіз нақта не реклама жаса кеттіңіз? Айтыңызшы, кімсіз сіз вообще? Неге сіз өзіңіздің бірдеңкелеріңізді жібересіздер? Так. Саламатсыз ба, Сабина ханым дейді. ИП бар, но компьютер жоқ. Это надо обязательно компьютер. Менде бар дейді. Маған бересі. Қай ағымдікі? 27-ші ағын. Міне, жақында ғана курс алды бұл кісі. Молодец. Бағасын енді ғана қандай тендер ұтқан екен, медицинский айтты ғой, дәрі-дәрмек. Бірінші ұтқаны, бірінші бұл алғашқы тендер. Менде проектілер бар дейді. Не дейді? Маған серіктес керек дейді. Красавчик дейді. Молодец дейді. Күшті мөлдір дейді. Вот, сәлем. Ақшалай спонсор жасайсыздар ма? Ақшалай инвестиция береміз. Инвестиция береміз ақшалай. Сіздер курс сатып алсаңыздар, инвестиция мен шәкірттеріме 100 миллионға дейін беремін. Ноутбук бола ма дейді. Ноутбук болады, конечно. Ноутбук или компьютер керек. Не обязательно компьютер. Біздер барлықтарымыз ноутбукпен отырмыз ғой. Қандай күшті. Өзім қуанып отырмын. Молодец. 2 шәкіртім уже, вот, плюс 2 миллионер. Молодцы бүгін. Не деген керемет күн. Красавчики. Ноутбук бола ма? Болады.
Вот осылай достар, әрекет жасау керек. Қарапайым ғана қыз қазір мен сонымен тікелей эфирге шығам. Адина, я сейчас тебе скину телефон Мөлдір. Спеши с ней, пожалуйста. Сейчас я где-то минут 20 закончу прямой эфир. Создам зум-конференцию. Ты пока у нее фотографию запроси. Мөлдір. Вот она. Красивую фотографию пусть отправит. И на зум выйдем. Жалғас былай жазады. Все. Ал, достар, 15 минут отырайын, содан кейін кеттім, ана миллионерлермен сөйлесейін, өзінің миллионерлермен. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай сұрақтарыңыз бар? Қатты қатысқым келіп отыр дейді. Ну, а что вы? Қараңыздаршы, былай қарасам да біздің өмірде қаншама понедельник кетті. Қаншама понедельник. Қаншама понедельник. Біздер айтамыз, так, дүйсенбіден бастап арықтайым, дүйсенбіден бастап өмірімді өзгертем, так, дүйсенбіден бастап бір оқиым деген сияқты біздер. Талғат, мен сізді түсінбедім. Поэтому қараңыздар, біздер қаншама рет өзіміздің армандарымызды кері шегереміз. Өкінішке орай солай болады. Ренжіменіз коммент түсіп кетіп жатыр дейді. Так, сіз кімсіз вообще, блин? Кто это, блин? Сұрақтар бар дейді. Ержан Дүйсекин номерге хабарласыңыз, сізге міндетті түрде жауап береді. Офлайн Ақтауда бола ма? Болмайды. Ержан Дүйсекин, Сабина ханым, ау. 28-ші ағынам, егер крупный тендер ұтсам, сіздің инвестиция саласыздар ма? Қанша процентпен аласыздар дейді. Самал, біздер тендерге қатыспас бұрын инвестиция беру үшін көп адамдар ойлап қалады. 100 миллион алам, қаз квартира алып алам, үй алып алам, сосын өмірім в шоколаде болады деген сияқты. Жоқ, біз инвестицияны конкретный тендерға бөлеміз. Сондықтан тендерге қатыспас бұрын сіздер бірінші хабарға шығыңыз, біз тексереміз. Егер де барлығы дұрыс болса, онда инвестиция береміз. 70-ке 30. Сабақ оқысақ дейді. Оқыңыз. Сабақ қанша? Жанар 160 мың теңгеден басталады. Рас айтасыз дейді, мархабат. Сабақ 75 мың теңге, бұл модуль. Алғашқы модульді 75 мың теңгеге аласыз. Менің толық курсымда 3 модуль бар. Бірақ 75 мың теңгелік модульда консультация жоқ. Сондықтан да солай. Егер бірақ консультация мен модуль 100 мың теңге тұрады. И былай қарасаңыз, 3 модуль сатып алсаңыз, ол 300 мың теңге шығады. А егер толық курс сатып алсаңыз, 200 мың теңге шығады. Вот, мне кажется, выгодней толық курсты бірден аласаған дұрыс сияқты, менің ойымша. Так. Аяулы. Кстати, біз, кімді... Экологический ролик. Не то, что экологический ролик. Так, не понял. У нас что, в группе есть Жолдас, да? Жанна. Ах, Жан. Так, кстати, кімге звондайық та? Гүлжахан апаға. Біздің Гүлжахан апайымыз. Ол қазір неде жүр? Знаете, қайда жүр? Дубайда жүр. 56 жаста. Ал көрейікші Гүлжахан апай. WhatsApp-пен звондайық. Шолқыс менде қазір кураторлықта. Гүлжахан апай, саламатсыз? Қалыңыз қалай? Қайда жүрсіз? Жақсы. А? Қайда жүрсіз? Не болды? Қайда жүрсіз? Дубайдасыз ба? Я Дубайда. А? Мен тікелей эфирге шықтым. Жоқ. Сіз Дубай... Ой, келіп қойдым, мен Дубайдан келіп қойдым бүгін. Бүгін келіп, сіз маған неге видео жібермедіңіз Дубайдан? А? Соткам нашар болды. Ага. И? Мен барғасын WhatsApp
Телефон толып қалып, ашпай, қыздардың несімен түсіп жүрдім. Қайсы алып фотоңызды жіберіңізші. Қалай екен Дубайға барған? Керемет, әсерім деген керемет. Мынадайда молшылық, не болады екен деп. Көзім ашылып, көзім жұмылып, сөйтіп келдім енді. Ау. Жіберем сізді. Жібересіз ба? Я, керемет енді күшті әсер алдым. Ел көрген, жер көрген қалай екен мен сізге? Мүлде адамның несін өзгертеді екен, өмірге деген көзқарасын. Енді біз елімізде осындай бай болса, мен де бай болсам деп келдім. Өте керемет. Міне, мен қазір тікелей эфирде отырмын, Гүлжахан апай, сіз тікелей эфирдесіз менде. Подписчиктеріме айтам да, міне Гүлжахан апай тендерден тапқан пайдасына Дубайға барып келді. 56 жаста қазақ тілі, қазақ әдебиет мұғалімі. Компьютерді вообще мүлдем аша алмайтын бұл кісі. Компьютерді аша алмағаным ғой, сол енді сотканы де ояқта сол неге шыға алмай Инстаграмға. Әдем болып кетіпсіз. Әдем болып кетіпсіз. Гүлжахан апай, көзіңіз жайнап тұр. Күнге күйдік қой, пляжда болдық. Күшті. Молодцы. Пляжда болдық, сосын қаяқтан соткыстап жүресің бұл жерде. Түсінікті. Ну, сізге өте ұнады, да? Ұнады, Абу-Даби қаласында болды, үлкен мешітте болды. Барлық енді әйтеуір жақсы деген күшті жерлеріне аралатып, жақсы жерлерді көріп қайттым. Өте керемет. Көрген де бар, көрмеген де бар дегенде ел жер көрген мүлде. Күшті. Молодец, Гүлжахан апай, мен сізге қатты ризамын. 56 жасыңызда мінеки осылай өзіңізге сыйлық жасаңыздар. Тендерден түскен пайдаға бірден өзіңізге бірденке албаңыз. Қыздарыңызды қойыңыз. Қыздарыңызға алып андай, нешеден ол? Тостер, фен дегенді қойыңыз. Өз-өзіңізге көріңіз, бақыт сыйлайсыз. Қандай қазір келбетіңіз ауысып кеткен қазір. Қандай көзіңіз жайнап тұра. Огонь болып тұрсыз, міне. Оқырмандарым айтады, огонь дейді. Да, огонь бұл кісі. Бұл кісі от. Рахмет. Келуіңізбен. Жаста болса, осындай көзімізді ашып, жол сілтеп жатқан, жол көрсетіп жатқан Сабина ханым, рахмет. Осы артыңыздан осындай адамдарды ертіп, жол көрсетіп, табыстың көзін көрсетіп, бақытқа бөлей беріңіз. Бақытты болыңыз өзіңізде сол арқылы. Рахмет. Үлкен командаңыз болсын. Рахмет. Үлкен командаңыз болсын. Рахмет, Гүлжахан апай, мен сізді сүйдім. Мен ойладым, сіз Дубайдасыз қазір. Видеозвонокпен звондайыншы бұл кісіге, не істеп жатыр екен деп. Сөйтсем келіп қалыпсыз. Таңда түстік, сол бірден жұмысқа бардым, мектепке сабақ берем ғой. Келсін, бірақ кел. Дұрыс. Енді жолдан келдіңіз, витамин ішіңіз, себебі бұл жақта акклиматизация өтеді, ар жақта басқа климат, бер жақта басқа климат. Алғашқы рет шетелге шыққаныңыздан міндетті түрде витамин ішіңіз, какой-то витамин сатып алыңыз, любой. А то начнется сейчас там герпес выходить начнет ерінге. Сондай акклиматизация болады да, поэтому обязательно ішіңіз. Енді түсіндіңіз ғой мен сізге неліктен шетелге бар деп қақсағанымды? Түсіндім. Сол ойыма кіргізіп алдым да, соны қайттым, сол орындалды ғой. Енді сізден кейін аяулы барады, білесіз ба? Олар 14-ші. Жаңағы камерасын бәрін дұрыстап алып барсыншы, ол міне сабақ бірінші рет не қылып отырған, өте көңіл бөлмей барған, ең аяғы қайтар кезде вакцинамды ашпай, мына соткым деген. Вот. Ұят болды сондай. Үлкендік қой, бір жағынан соткаға көңіл бөлмейміз ғой. Жастар сияқты, Инстаграмға, неге. Енді оған да көңіл бөлем деп ойлап жатыр. Болды. Енді сізге Гүлжахан апай тендерден түскен пайдаға біріншіден күшті телефон сатып алыңыз өзіңізге. Алтын алдыңыз. Түскен пайдаға Дубайға барып келдіңіз. Енді күшті, как его, телефон алыңыз, iPhone 13. Сосын жарасыз бәріне. Сосын білмей жүрем ғой, анау қаяғын басып қаяғын қоятын. Үйренесіз. Соқтың ең жоғарғы несін ала берейін да? Болды, соны алыңыз. Ал, кешіңіз жақсы өтсін, Гүлжахан апай, рахмет көп.
Маған Дубайдан фотоларыңызды жіберіңіз, мен бір мақтанып алайын Инстаграмда. Міне мен Гүлжахан апайым тендер ұтып 56 жасында алғашқы рет шетелге шықты мінеки деп. Жарайды, жақсы. Жақсы, давайте, рахмет. Иә. Рахмет. Рахмет. Так, міне, вот, достар, әрекет жасайтын адам жасайды. Көрдіңіз ба, 56 жасында молодец, умничка. 56 жасында шықты. Не дейді? Я тренер. Так. Сәлеметсіз бе? Вот кураторлар. Шықсақ. Так. Не дейді? Сұрақтарыңызға жауап берейін. Болды, мен жүгірейін анақта миллионермен кездесем. Миллионер шәкіртіммен. Сағира присоединилась. Сәлеметсіз бе? Мен бүгін бір тендерді жаптым дейді. Молодец. Вот Сағира қазақша сөйлейтін қыз. Тоже мен шәкіртім. Бәленбай тендерді ұтып отыр, үйде отырып. Тәте инвестицияны неше процент ұстайсыз? 70% ұстаймын. 70-ке 30. Ал, баршаңызға қайырлы кеш, кетті мен. Миллионер шәкіртімен кездесейін. Давайте, әрекетке берекет, достар.